Сәлем достар, сіздермен болған Жұлдызай Тока World. Достар, бұл бізде екінші бөлім, қиын тағдырдың бірінші бөлімі өте қызықты болған екен. Өйткені көп просмотр жинапсыздар. Сіздерге көп рахмет. Осылайша актив көтеріле берсін. Мен қатты қуанамын сол кезде. Мен сіздерді қаттырақ жақсы көремін. Менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, және де подписканы басып, колокольчикті басып кетіңіздер. Менің еңбегімді бағалап кетіңіздер. Мен сіздерге тырысып, көп сериалдар, видеолар, челлендждер тырысып салатын боламын. Ал ендеше бастаймыз. Әке, өтінем, үйге қайтайықшы. Уже кеш батып келе жатыр. Өтінем, мен қатты шаршап кеттім. Осы жетер ақша, ертең тағы да жұмыс жасаймыз ғой. Жаным сол. Я, қайтамыз ғой, жүр кеттік. Кеш батты. Қарындастарым, мына ақшаны қайдан алдыңдар? Кім әкеліп берді? Ешкім әкеліп берген жоқ. Біз өз еңбегімізбен таптық. Я, Софикош? Қалай таптыңдар? Біз мусорларды тазарттық, яғни қайыршы болдық дегендей. Сол кезде осындай ақшалар таптық көптеген. Не, шын ба? Я, шын. Біз сізге қатты жан ашып кеттік. Яғни сізге көмектескіміз келді. Жандарым, сол, сендерге көп рахмет. Мен сендерді қаттырақ жақсы көремін. Мен сендерді ешқашан жоғалтпаймын. Осындай қарындастарым болғанына қатты қуанамын. Мынау сендерге, міне, мынау азық-түлік, мынау болса киімдер. Рахмет сізге көп. Енді ақша жинаймын деп шештім. Өйткені бізге үй алу керек. Қарашы, тым жарық беріпті тұрған жоқ. Міне, осы ақшаларды мына жерге салып қояйын. Осы сандықтың ішіне. Міне, болды, ашылмайды. Неше кеттім. Қарындастары, жәнегі қалған продуктылар қайда? Оны да шығармайсыңдар ма? Бәліш дегендей. Жоқ, аға, біз осыған тоямыз ғой. Мен бургер жесем, сіз де бургер жесеңіз. Ал сіңілім болса, ол да қарны тояды, я, Софикош? Я. Жарайды, онда ас болсын. Ас болсын сізге де. Қандай дәмді, я? Я, маған қатты бургер ұнайды. Аға, сізге көп рахмет. Мен жаңелде маршмеллоу жеп алдым. Сізге көп рахмет. Оқасы жоқ, жаным, сендер үшін ғой. Аға, қалай? Мынау менің киімім. Сізге көп рахмет, маған қатты ұнап тұр. Я, сізге көп рахмет, маған да қатты ұнап тұр. Жандарым, сол, сендерге күшті жарасып тұр. Осылай киіп жүре беріңдер. Сендерге көп киімдер алып берем, жарай ма? Жарайды, маған бұл киім қатты ұнады. Ал сіз ше, өзіңізге киім алдыңыз ба? Я, мен өзімге киім алғам. Онда соны кисеңізші, біз көрейік те. Жарайды, онда кеттім. Қалай болып тұр? Маған жарасып тұр ма? Қандай екен? Күшті ме? Я, аға, сізге қатты жарасып тұр. Өте супер болып тұрсыз ғой, я, Софикош? Я, қатты ұнап тұр маған да. Жандарым, сол, рахмет сендерге. Аға, ау, не болды? Сізге қыздар точно сынайын деп тұр ғой, я? Ей, қой, адамды ұялтып, еще алдында Софикош отыр ғой. Я, дұрыс айтады. Ой, аға, не болыпты? Мен де үлкен деп қалдым ғой, кішкентай емеспін мен. Жаным, кішкентай емессің ба не сен? Үлкенсің ба сен? Я, мен үлкенмін ғой, барлығын түсінем. Жаным, сол, енді маған ұқсаған ғой, Софикош, я? Мен де кішкентай кезінде сөйтетінмін. Я, бір-бірінен аунымай қапсыңдар ғой.
Міне аға, төсектеріңізді сап қойдым, ендеше ұйықтайық, иә? Иә, барлығымыз ертең мүмкін қыдырып қайтатын шығармыз. Жоқ аға, ертең біз Сафикош екеуміз тағы да жұмыс жасаймыз. Сол кезде ақша көп болғанда қыдырамыз. Жандарым, сол шаршап қалған жоқсыңдар ма? Жоқ, шаршаған жоқпыз, айтшы, иә? Иә аға, шаршаған жоқпыз біз. Енді біз шаршамаймыз ғой, Сафикош екеуміз. Сізге көмектесуге дайынбыз әрдайым. Жандарым, сол ладно, ұйықтайық.